Сәлеметсіздер ме? Мен педагог-психолог Беғараева Райхан Әлбекқызы. Бүгін сіздермен баламен көз байланысын дамытуға арналған бірнеше әдіс-тәсілдермен бөлісемін. Ең бірінші ойын кукук ойыны. Баламен осындай пирамида сақиналарымен немесе шеңберді алып, эмоционалды байланыс орната отыра пирамиданы жинаймыз. Екінші ойын көңілді стикерлер ойыны. Баланың қолынан қызықты стикерлер беріп, өзіңіздің бетіңізге жабыстыруға мүмкіндік беріңіз. Сол арқылы баламен көз байланысын тұрақтандырамыз. Үшінші ойын сабынды көпіршіктер ойыны. Үрлемес бұрын алдымен баланың атын атап бірнеше секунд баламен көз байланысын орнатамыз. Содан кейін ғана ойынды жалғастырамыз. Келесі ойын түрі рамки вкладыши. Ұсақ бөліктерді алып баланың атын атап көз байланысын тұрақтандырамыз. Және соңғы ойын түрі шырақ ойыны. Баламен көз байланысын орната отырып, әуендете шырақты сөндіреміз. Ескеретін жайт, әр дұрыс әрекет үшін баланы мадақтауды ұмытпаймыз.